Selam dostlar, Karapayım Dizayn arnasına hoş geldinizler. Bu kanal Photoshop'tan jelegen şaq mayın işken jandarga emas, grafikal dizaynga жаңа qadam baskan adamlar üçün faydalı kanal bolmak. Sizlerden tek kanalga tirkelip videoga like basıp, kommentariga öz oylarınızı жазып, kolda bildirsеңizdер жеткиликти. Бүгүнкү videoda biz Kaliforniyanın Puerto Rico enine обложка жасайтын боламыз. Алдымен осылай өзім Калифорнияның суретін алып, фондан кесіп аламын да ортаға қоямын. Фондан қалай кесу керек, күрделі объекттерді қалай кесу керек, ол жайлы видеолар болған. Каналға өтіп, болмаса қазір видеоның оң жағына ссылка шығады, сол сілтеме арқылы өтіп көріп алсаңыздар болады. Менің ойымдағы баннер осындай алдыңғы фонда Калифорния көз тұрады, және артында өзінің екі тағы да бір суретін қоятын боламын. Мінекей, бірінші суретін бастапқы фоны, главный суреті сол болады. Мынау екеуі артында тұратын, фонда тұратын суреттері болады. Осылайдан кесіп алып, үлкейтіп, айнан қоямын да. Қазір артық жерлерін маска арқылы өшіріп тастаймыз. Және де бір ескеретін жағдай, алдында тұрған суретін бір стенаға тақалып тұрғандай әсер беру керек. Так, мен артқы фонның түсін осы Калифорнияның костюмның түсімен сәйкестендіріп алдым. Клипта да осы костюммен жүреді екен. Сол үшін осы түске жақынырақ фондар аламыз. Енді мына суреттің наложениясын өзгертіп, түсін черно-белый қыламыз. Ол үшін Ctrl-Shift-Alt-B батырмасын бассаңыз, өзі автоматты түрде түстерінің бәрін черно-белый қып береді. Мінекей артық жақтарын кестім. Енді мына алдында тұрған суретке көлеңке беру керек. Ол үшін көлеңкені копировать етеміз және оған қара түс береміз. Қара түс береміз. Мінекей, енді бұны фильтр, blur галереяның ішінде осындай размытие арқылы осындай ерекше көлеңке береміз. Оң жақ бұрышта бір жарық түсіп тұрған секілді етіп әдемі көлеңке береміз. Мінекей, прозрачныйсын азайтып, және түсін кішкене қою осында розовый қып өзгертсек болады. Қазір көрейік, өзгертіп. Тек қара түс емес. Қазір міне. Осындай бір қою розовый. Осындай қояйық. Мінекей біздің. Енді мына жерде кішкене қателіктер бар екен. Жаңа автоматпен фонын өшіргенде олар маска арқылы өшіріп тастаймыз. Себебі бұл жерде күн түспейді. Бұл жер барынша қаралау болу керек. Ақ болып тұрған жерін бәрін сәл қарайтып шығамыз. Маска арқылы, сосын клиппен маска дейді, обтравочный маска арқылы. Маскалар жайлы толық білгіңіз келсе комментарийға жаза кеттіңіз. Ол жайлы арнайы видео түсіретін боламын. Енді мына күн тимейтін жағын кішкене темный түспен затемнять етіп шығамыз. Ол үшін жаңадан слой ашып, сол слойға мягкий кистпен осындай кішкене темнылау розовыймен бояп шығамыз. Мына бұрыштан жаңа айтқандай жарық түсіп тұрады деп айттым. Және келесі сурет хромға кіріп, Калифорния деп жазып, Калифорнияның өзімізге болады-ау деген суретін жазып аламыз. Меніңше осы сурет болатын сияқты, өйткені жаңадан бері қарап шықтым. Бір жақсы суреті аз екен. Так, бұның да жаңағындай фонын кесіп аламыз. Photoshop'ın bir жақ жері қазір жылдам өз жақ белгілеп кесіп береді. Тек дұрыс командаларды жібере білсеңіз болғаны.
Мінекей kesip алдық. Бұның размерін үлкейтіп, тоже жаңағыдай түсін кетіреміз. Наложениясын өзгертеміз. Және қазір көреміз, может прозрачность азайтатын шығармыз. Прозрачность азайтып көрейік. Мінекей осылай екеуінікін де азайтып қойдық. Сәл обложкамыз шамаласып қалды. Енді мына жерге заливка емес, градиент беріп көрейік, қалай болады екен. Заливканы өшіріп, градиентті көрейін. Под углом көрейміз. Осылай. Көреміз қазір, пока градиент тұра тұрсын. Болмаса, заливке екеуін бірге қосып қоямыз. Әзірге осылай қалдыра тұрамыз. Енді мына қара түс бізге фонымызға қандай қатты үйлеспей тұр. Қара костюм, соның түсін өзгертейік қазір. Барынша осы түстің классына жақын бір түске өзгертейік. Ол үшін костюмді белгілеп, Ctrl G-ді басып, жаңа слойға тек костюмнің өзін ғана көшіріп аламыз. Енді оған осылай түс беріп, оның наложениясын өзгертеміз. Өзгерттінде, міне осы түс böyle fonumuzdaki түске жақын. Осы түспен қалдырайық, размерін өзгертейік сәл. Мінекей, енді әдемірек болған сияқты. Енді кезекте бізде оң жақ бұрыштан жарық түсіп тұрғандай әсер қалдыру үшін Калифорнияның үстіне, костюмның үстіне осы оң жақ бұрышынан сәл-сәл жарықтың әсерін беру керек. Ол үшін үстіне жаңа слой қосып, обтыраучный маска арқылы осы екеуіне жарық беріп шығамыз. Калифорнияның өзіне, костюмдеріне осылай жарық беріп шығамыз. Құтты бұтына оң жақ бұрыштан бұлай қарай сәуле түсіп тұрғандай еді. Әсерін жасаймыз. Мінекей, енді мына төмен жағына жарық түспей жетпейді ау деген жерін сәл затемнить етіп шығамыз. Мінекей, осылай. Міне, әдемі болды. Ендігі кезекте бізге енді текстарын жазу керек, әдемілеп. Мына жерге сәл ағып жіберейік. Болады. Енді текст жазамыз. Тексті менің ойыма келіп тұрғаннан бөлігінің аты Пуэрто-Рико и Калифорнияның өзінің атын әдемілеп жазып, бір осы өлеңге қатысты бір есте қалған сөйлемді жазамыз қазір. Енді менің ойымдан Пуэрто-Рикодан тек баққан алылар қоймай, оған бір эффект берсек, оған мынандай текстура қосамыз қазір. Мрамордың текстурасы. Интернеттен өзімізге копировать етіп аламыз. Текстің үстіне шақтап қойып, сол отправочный маска арқылы текстің ішіне кіргізіп жібереміз. Мінекей көріп болғандарыңыздай текстқа ерекше бір эффект берілді. Және енді мына жерге Рико сөзін жазу үшін Пуэрто сызықша Риконың орнына, осы сызықшаның орнына қазір Риконы жазамыз. Ол үшін осындай төртбұрышты Пуэртоның сөзінің үстіне қойып, масканы жасасақ, міне осылай өшіріп аламыз. Так, қазір кішкене сәл оңға қаратай жылжытайын. Рымыз рыға ұқсамай қалды. Мінекей қайтадан маска, Ctrl-I. Мінекей мына жерді кесіп алып тастадық. Енді осы орынға қазір Рико сөзін жазамыз. Размерін өзгертейін. Сәл үлкейтіп, әріптерінің арасын ашсам, қазір осылай. Осылай бақ, міне. Сызықшаның орнында осы Рико сөзі тұрады. Түні әдемі болды. Жоқ, қазір өзінің орнында тұра берсін. Осылай. Енді осы бүкіл тексті бәрін бір группаға салып қоямыз. Группаның атауын жазуды ұмытпаңыздар.
өзіңізге шатаспас үшін. Енді бізге Калифорнияның аты керек. Ол үшін мына жерге Калифорнияны мен андай обычный шрифт емес, кәсір. Осындай бір каллиграфический шрифттармен жазғым келіп тұр. Шамамен осындай. Тексттің атауы қандай десеңіздер, комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздерге тексттің атауын, болмаса видеоны паузаға қойып көріп алсаңыздар болады. Тексттің наложениясын өзгертіп, осындай қылып қалдырамыз ау. Осындай қылып қалдырайық. Және мына үстіне осы өлеңге қатысты танымал фразасы, ол Пуэрто-Рикодағы қызға бас кетеді. Мен осыны жазуды ұйғардым. Осыны әдемілеп ошаққа қоямыз. Енді кезекте маған осы тексттен кейін тағы да бір жазу элемент қосқым келіп тұр. Ол күннің сәулесі бұрыштан шашырап тұрған. Оны қалай қоямыз? Оны қою үшін мына жерде кішкене ақшылдана жүрейін. Үстіндегі текст оқылмай қалды. Күннің сәулесін қою үшін хромға кіріп sunlight деп жазсақ, небір күн сәулелерін шығарып береді. Соны қазір өзімізге ұнағанын көшіріп аламыз. Неге ұнағанын көшіріп алдық. Угылдарын жақсылап қойып, енді наложение screen дейді. Экран деген наложениені қойсақ, міне осындай әдемі эффект береді бізге. Күн сәулесі шашырап тұрған блики ету. Сондай эффект береді. Неге осыны әдемілеп қойдық. Осымен біздің обложкамыз дайын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз жаңа видеолардың шығуына өте үлкен әсерін тигізеді.